Біздің бүгінгі тақырыбымыз Наурыз ұлыстың күні. Осы сабақта бастамас бұрын сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Наурыз жайлы не білесіздер? Қандай ақпарат білесіздер? Жақсы. Жылдан біздің осы түркі мемлекеттерінде 3000 жыл бұрын пайда болған мереке. Әр жыл сайын 3000 жыл бойы осы түркі халықтары осы Наурыз мерекесін тойлайды. Наурыз мерекесі жаңа күн деген мағынаны білдіреді, яғни жаңа жылды әр жыл сайын тойлайды екенбіз. Жақсы, рахмет. Наурыз ол қазақтың ұлттық мерекесі, Самарқандтың көп тасы ерген, жалпы осы күні біздің халық жақсы ырымға балап сол күні наурыз көже салады, ұлттық ойындарымыз, дәстүрлеріміз жаңғырып, жыл сайын өткізіліп отыратын мереке. Жақсы, наурыз көже әзірлейді, е? Әзірлейді. Жақсы, бірінші топтан наурыз туралы қандай ақпарат айта аламыз? Мен жауап берейін. Жақсы, наурыз ол қазақ халқының жаңа жылы, яғни наурызда 22 наурызда күн мен түн теңеледі. Жақсы, рахмет. Әрі қарай наурыз туралы білімімізді шыңдаймыз. Осы наурыз жайлы сіздерге аудиомәтін алып келдім. Аудиомәтін тыңдайтын боламыз. Аудиомәтін бойынша жұмыс істейміз. Наурыз мерекесі әлемнің ең көне мерекелерінің бірі. Орталық Азия халықтарында 5000 жыл бойы аталып келеді. Наурыз сөзі парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Бұл мереке ислам дәуіріне дейінгі алынып, халық арасында ерекше қолдануға еніп келеді. Ежелгі жылдам бойынша 22 наурызда күн мен түн теңеседі. Жер үстінде шаттық салтанат құрады, табиғат пен адамның үндестік орнайды. Наурыз жылдың бірінші күні, жыл басы, көктемнің алғашқы айы. Наурыз мерекесінің қазақ халқы армысың әз наурыз, әз болмай, мәз болмас деп қарсы алған. Наурыз мейрамы діни мереке емес. Ол халық қыстан аман есен шығып, күн нұрына бөленіп, жаңа жылды қарсы алу мерекесі. Наурыз мерекесінде көріскен жандар бір-бірін құшақ жая қарсы алады. Араларында араздық болса, бір-бірін кешіреді, игі тілектер айтады. Наурыз мейрамы Қазақстанда ресми түрде 1988 жылдан бастап тойлануда. Жақсы, ол мәтін 8 сыныптың оқулығынан алынды. Осы мәтін бойынша ағарай қазір сұрақтар қойып, тапсырмалар беріледі. Жақсы. Мәтінді түсіндірген боласыздар өтінемін. Ары қарай. Екінші тапсырмамыз сіздерге алдын айтып қойдым. Вен диаграммасы арқылы наурыз мейрамы тойланатын елдерді салыстырып постер қойыңыздар. Постерге 3 минут беріледі. Вен диаграммасы қай елдерде тойланады, Қазақстанмен, болмаса басқа елдермен салыстырып вен диаграммасы қойғайсыздар. Қағаз үлестірілді ғой, қағазымыз бар. Жақсы, вен диаграммасы деген не екенін біздің білгендер біледі. Вен диаграммасы постерді жасай аламыз. Қанекей. Ал қымбат студенттер, вен диаграммасы дайын болған болу керек. Тақтаға екі баладан шығып, бір минуттен ғана уақыт беріледі. Жылдамырақ қорғап шығайық. Алуға менен кім аяла ма? Қанекей. Вен диаграммасы не екенін білеміз, жылдан. Жақсы. Сөз сіздерде. Біз вен диаграммасына қарағанда осы постер ретінде қорғауды ұйғардық, себебі жаңағы айырмашылығы мен ұқсастығына қарағанда бұларды жеке-жеке талдағанды жөн көрдік. Бірінші, наурыз мейрамы көптеген түркі халықтарында және қиыр шығыста тойланады. Және олар білесіздер, Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Түркия сияқты елдерге тоқтала кетсек. Ең бірінші Өзбекстан Республикасы, Өзбекстан халықтары, олар біз сияқты осы күні түрлі өздерінің тағамдарын әзірлейді. Соның ішінде ол кісілер от жағады екен, ол аттың атын тонга оты деп атайды. Сол отты 7 рет секіру арқылы бұлар жаңа жылға жақсы ниетпен қадам басады екен. Халық өкілдері кісілер болады, ол қалды. Жақсы, тағы да қысқасы. Жақсы, Әзербайжан елде тура сондай оттан секіреді және бір-біріне амандық, саулықты тілейді. Ал Қырғызстан мемлекетінде жаңағы оттағасы сүмелек көжені дайындап, сол дәмнен ауыз тиеді. Сумаляк деп айтады олар. Сумаляктан. Ал енді Түркменстанға тоқталатын болса, ол елде өзінің ұлттық киімдерін киіп, жаңағы ұлттық музыкаларын тыңдап бір-бірімен қарсы алады. Және Қазақстанды өздеріңіз білесіздер. Әзербайжан халқы да дәл солай осы күні түрлі ұлттық киім кию арқылы түрлі өздерінің билерін билеп қарсы алады екен. Қазақстан халқы
Bir-birine Бұл бізде Батыс Қазақстан облысында көрісу мерекесі алдымен өткізіледі. 14 наурыз күні. Және ол бір айға созылып, осы наурыз мерекесін тойлайтын боламыз. Рахмет, жақсы. Ахмет, кім бар мына жерде? Мұхаббат? Екінші тапсырма бойынша Қазақстан және Өзбекстан еліндегі наурыз мейрамы қалай тойланатынын салыстыратын боламыз. Жалпы қазақ елінде наурыз мерекесі жалпы түрік мемлекеттерінде солай тойланады. Қыстан шыққан халық бір-біріне күн нұрына бөленіп, бір-біріне ізгі тілек ниеттерін білдіріп, және әр мемлекетте өзіндік изюминка ерекшеліктер арқылы тойланады екен. Мысалға, Қысқа, қайталамай айтылған мемлекеттер қайталамай. Қыздар айта кетті, Өзбекстан халқы туралы өсімәлік ол өзі бар тағам, басы тағам болып табылады. Бірақ одан бұрын жаңару мерзімі болғандықтан соны аңғарту мақсатында көп жалбыз қосылған тұшпара, көк сорпа, көк самса сияқты түрлі тамақтар әзірлеп, басты столға қойылатын бадам жағағы сияқты заттарды ұсынады. қазақ халқында ең негізгі тағам ол наурыз көже, 7 түрлі дәм қосылып дайындалатын ерекше тағам. Әдемі. Жақсы. Жақсы көрсетті ме наурыз көжені? Жақсы, бірінші топ сіздерден. Наурыз мерекесіне екі ұлтты алдық, Қазақстан және Әзербайжан. Бұл жерде айырмашылығын айта кетсек, Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, ұлттық тағам наурыз көже. Ал Әзербайжанда шекер бура деген тағам түрі дайындалады екен, ол қамырдан жасалған болады. Одан кейін барып, Әзербайжан халқында тоңғал деген от жағылып, Әзербайжан халқында тоңғал деген от жағылып, содан бір рет секіріп өтіп керек екен. Дәстүрі бойынша. Жақсы, ол айтылды, қайталамай. Және де ұқсастығында күн мен түн теңеседі. Екеуі де 22 наурызда мейрам болып тойланады. Одан кейін ұлттық мейрам деді. Жақсы. Рахмет. Барлық жерде 22 наурыз күн мен түн теңесетін десе, 22 наурыз. Жақсы, Замина. Рахмет, тамаша орындау деп ойлаймын. Келесі біздің тапсырмамыз Wordball қосымшасы арқылы сұрақтарға жауап береміз. Әр топтан бір топ басшы шығып, сұрақтарға жауап берсе болады. Жақсы. Бірінші сұрағымыз. Қандай шығыңыз осы баянда шығады? Наурыз сөзінің мағынасын атаңыз. Наурыз сөзінің мағынасы жалпы жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Яғни осы кезде қазақтың жаңа жылы деп бағана бекер айтылады қой. Яғни бұрынғы жыл санауы бойынша осы күннен бастап жылдың алғашқы күні болып есептеледі. Ана жақтан қатен жүріп жүріп, техникалық оқу кетіп қапты, мағынасын деген сөзде. Жақсы, келесі кім Мұхаббат жауап берсін? Яғни қайсыңыз? Наурыз мерекесі Қазақстанда нешінші жылдан бері тойланады? Мәтінде болды, е? Наурыз мерекесі тәуелсіздік алғаннан бері тойланады, ал жалпы оған дейін бізде 3000 жыл бұрын пайда болған мереке, 3000 жылдан бері түрік халықтары наурыз мерекесін тойланады. Жалпы Қазақстанда наурыз мерекесі 1988 жылдан бері Мәтінде айтылды. тойланады. Жақсы. Келесі сұрағымыз. Наурыз қандай мереке? Жақсы. Күн мен түн теңелетін мереке. Ұлттық мереке. Ұлттық мереке. Бесінші контент, тағы да қандай мереке айта беріңіздер. Қыстан ауған шығып, бір-біріне жақсы сөздер айтады. Көктем мерекесі жыл басы, е? Жақсы. Жақсы, рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Мен сізге кері байланыс айтып ем. Осы стикерлерге сабақ қалай өтті, ұнады ма? Алма ағашы деп аталады. Кері байланысын осы жаққа жауыстырсаңыздар болады. Рахмет. Әдемі, анау тұтқалмасын жаңа бекіліп тұрған дүние. Жақсы, рахмет. Қандай кері байланыс бар екен? Оқшыңыз? Сабақ өте жақсы өтті, өте керемет. Сабақ жоғары деңгейде өтті, бәрі ұнады. Сабақ жақсы өтті, сабақ өте жақсы өтті, өте жоғары деңгейде. Қай әдіс ерекше ұнады? Қай әдіс ұнады сізге? Ойындар ұнады ма? Тапсырмалар ұнады. Жақсы. Наурыз туралы тым жаңа мағлұмат алдық па? Жақсы, рахмет.